сәлеметсіздер ме? Мен бірге жалпы орта білім беретін мектебінің 5-ші сынып оқушысы Марат Кәусар Рауанқызы. Мен жобам тақырыбы «Менің отаныма, менің бастамам». Жобаның мақсаты отбасының, білім беру ұйымдарының және балалардың қоғамдық бірлестіктерінің отбасылық тәрбие мен әлеуметтендіру саласындағы өзара іс-қимыл тетіктерін дамыту. Отбасы – тәрбиенің алтын бесігі. Отбасы – баланың алғашқы тәрбие мектебі. Отбасында бала адамгершілік, сыйластық және қоғамдық өмірдің негізгі құндылықтарын үйренеді. Отбасылық құндылықтарға махаббат, қамқорлық, сыйластық, тәрбие және дәстүр жатады. Ал менің отбасымдағы құндылықтарға сыйластық, мейірімділік, бірлік, үлкенді құрметтеу және кішіге қамқор болу жатады. Отбасы мен мектептің байланысына келер болсақ, мектеп пен ата-ананың бірлескен жұмысы баланың тәрбиесі мен білім алуына тиімді жағдай жасайды. Отбасы мен мектеп баланың тәрбиесі мен дамуына жауапты негізгі орта. Мектеп пен отбасының тығыз байланысы оқушының тәртібі мен оқу жетістігін жақсартады. Және де бірлескен іс-шаралар, ата-аналар жиналыстары және тәрбие жұмыстары ынтымақтастықты нығайтады. Қоғамдық бірлестіктердің рөлі. Балалардың қоғамдық ұйымдары белсенділікті арттырады, көшбасшылық қабілетті дамытады, қоғамға пайдалы болуға тәрбиелейді. Әлеуметтендіру маңызы. Әлеуметтендіру арқылы бала қоғамдағы өз орнын табады және адамдармен дұрыс қарым-қатынас жасауға үйренеді. Отбасылық шығармашылық. Отбасымен бірге жасалған шығармашылық жұмыстар ұрпақтар арасындағы байланысты нығайтып, ұлттық құндылықтарды сақтайды. Отбасылық шығармашылық отбасы мүшелерінің бірге уақыт өткізіп, ортақ іс жасауына мүмкіндік береді. Бірге сурет салу, қолөнер жасау, ән айту, ұлттық дәстүрлерді дәріптеу отбасы мүшелерін жақындастырады. Ұрпақ сабақтастығы. Ұлттық дәстүрлер мен отбасылық құндылықтарды ұрпақтан ұрпаққа жеткізу әр отбасының маңызды міндеті болып табылады. Нақыл сөздер. Отан отбасынан басталады. Отбасыдағы тәрбие қоғамның болашағын қалыптастырады. Қорытындылай келе, отбасы қазақстандық қоғамның рухани денсаулығының негізі. Отбасылық құндылықтарды сақтау болашақ ұрпақтың жарқын келешегі.